Қайырлы күн, құрметті оқырманым. Менің керемет ұсынысыммен сіз дәл қазір осы видеоны көріп отырған боларсыз да. Бұл видео сетевиктерге арналады. Яғни мен сетевиктерге арнап онлайн сату курсын бөлек шығардым. Негізі бұрын онлайн сату курсы менде сол сетевиктер, қызмет саласы, сауда-саттық саласы болып үш мысалмен келтіріп жазатын едім. Одан кейін сетевиктерден маған ұсыныс түсті. Бұл керемет курс екен, бірақ та мен командамды түгел оқытып алайын деп едім. Шырны ханым, сіз именно сетевиктерге арнап мысалдармен келтіріп, сондай бір керемет курсыңызды шығарыңызшы депті. Сондықтан осы онлайн сату курсы сетевиктерге арналған деп дүниеге келді. Ал енді құрметті оқырмандар, жалпы сетевиктердің бөлдері қандай? Компанияда айналысады, өзің жаңағыдай Инстаграм парақшасын жүргізіп жатыр, пост салып жатыр, неше түрлі видео контент шығарып жатыр, текстерін барынша жазып жатыр, сториске шығып жатыр, бірақ продажа жоқ. Яғни өзінің командасына клиент келмей жатыр. Оны нақты клиентті қалай алып келу керек? Аудиторияны қалай қыздыру керек? Аудиторияның проблемасын қалай білу қажет деген сияқты. Сетевой маркетингте сіздерге клиент екі жолмен келеді. Біреуі аудитория именно сіздің компанияңыздың продукциясына қызығып келсе, бір аудитория бар, именно сіздің компанияңыздың маркетингісіне қызығып келеді. Енді сіздер осы өздеріңіздің аудиторияларыңызға керегін беру үшін Инстаграм парақшаңызда қандай да бір оқырманыңызды қыздырып, оларға кәдімгі больді түсіндіріп, компанияңыздың бүкіл мүмкіндіктерін ашып көрсете білу керексіздер. Және де стористе өзінің сатылым жасайтын өзінің жолдары бар. Пост арқылы сатылым жасайтын өзінің жолдары бар. Ал тікелей эфирде продажа жасаудың өзінің жолы бар. Яғни сіз все же жаңағы сетевиктер енді офлайн шақыратыныңызды шақырып, таныстарыңызды, дос-жарандарыңызды бәрін шақырып болдыңыздар. Енді таусылады ғой уже. Но все же сізге осы Инстаграм парақшаңызды қолға алу керек болады, иә? Бірақ та көбісі Инстаграм парақшаны жүргізеді, фото салады, пост салады, бірақ нақты клиентті қандай тілмен шақыру керек, соның жолын білмейді. Ал бұл онлайн сату курсы именно сіздерге стористе қалай сатылым жасау керек, постта қалай сатылым жасау керек, тікелей эфирде қалай сатылым жасау керек. Сатылым жасамас бұрын аудиторияны біз қалай дайындап аламыз? Клиенттің қандай түрлері болады? Және клиент қарсылық білдірген жағдайда возражениемен қалай жұмыс жасаймыз? Клиенттің әр қарсылығын қалай жабамыз? Және отказдан қалай қорықпау керек? Именно сетевиктер қандай триггермен, қандай скидка қолдану керек деген сияқты біз осы сабақта осының бәрін өтетін боламыз. Енді мен толығырақ тоқталып кетейін да. Қараңыздар, жалпы курстың бағдарламасын қазір айтып кетем, бірақ енді бұл нақты кімдерге керек курс, соны айта кетейін сіздерге. Міне, егер сіз сетевой компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, жасап жатырған компанияңыз жақсы көресіз, бірақ алайда компанияңыздың мықтылығын барша әлемге қалай жеткізеріңізді білмей жүрген болсаңыз, тума-туыс, дос-жаран, барлық таныстарыңызды осы компанияға шақырып болдыңыз, енді әрі қарай командаңызға адам шақыру қиын болып жатса, Инстаграмда бар біліңізбен жүргізіп жатырсыз, бірақ алайда нақты сторис, пост арқылы, тікелей эфир арқылы қалай сатылым жасау керектігін білмей жүрген болсаңыз, бұл онлайн сату курсы нақты сізге арналған. Енді курстың бағдарламасымен мен таныстыра кетейін. Курс жалпы 6 сабақтан тұрады. 6 сабақтан 6 презентация беріледі. Сіздерге 2 ай сақталады. Курсты мен өзім жүргіземін, Шырын Мәлікқызы. Бағасы 60 000 теңге. Бірақ біз осы бір аптаға керемет 90% жеңілдік жасап отырмыз. Скоро акция бітеді уже. Қазір сізде сол 60 000 теңгенің білімін 6 000 теңгеге алып қалу мүмкіндігіңіз бар. Каспи Редте, Каспи рассрочкаде қарастырылған. Ал енді көптеріңіз ойлап отыруларыңыз мүмкін. Бұл спикер Шырын Мәлікқызы өзін таныстырмады. Бұл кісі кім өзі деген сияқты. Мені әрине араларыңызда танымайтын оқырмандар бар. Менің Инстаграм парақшам Шырын Мәлікқызы. Мен 4 жылдық тәжірибесі бар SMM маманы инфокәсіпкермін.
Қазіргі таңда енді жеткен жетістіктерім өте көп. Кәсібі бар оқырмандарға кәсіпті қалай дамыту керектігін үйретіп жүрген жайым бар. Кәсібі жоқ оқырмандарға қалай кәсіп бастауға болады, соны үйретіп жүрмін. Жалпы менде сетевиктер өте көп оқиды және командасымен оқиды. Прям Oriflame'нің жаңағы ең самый главный директорлар оқыды өзінің командасымен. Беверли Клабтағы Айгүл ханым оқыды, ол кісі сол компаниядан бірнеше рет көлікті болды деген сияқты. Да? Сол сияқты менде именно сетевой компаниядан көп оқырман оқитын болғаннан кейін осы даже Инстаграм курсы бар сетевиктерге арналған, осы онлайн сату курсында шығарып отырмын, именно сетевиктерге арналған деген сияқты. Өйткені білесіздер, сетевиктердің көп қолдары тие бермейді, олар результатқа тез жеткісі келеді. Сондықтан енді сабақты берген кезде біз үш салада түсіндіреміз ғой: қызмет саласы, сетевиктер, сауда-саттық саласы деп. Сондықтан сетевиктердің өздері сұрап алып, бізге сауда-саттық, қызмет саласы керек емес, тек сетевиктерге қалай біздер жүргізуіміз керек, біз қалай сатуымыз керек деген сияқты соны үйрететін курстар шығарыншы деп. Содан сетевиктерден результат өте жақсы. Енді негізгі менің мамандығым әрине бірден финансист болған жоқпын. Өзімнің екі бірдей дипломым бар. Біреуі экономист бухгалтер, екіншісі финансист деген. Финансовый компанияларда жұмыс жасадым. Мынандай Info Казкредитлайн деген компанияда жұмыс жасадым соңғы рет. Айлық табысым ол жерден 60 мың теңгеден 150 мың теңгеге дейін өсірдім. Одан кейін Алланың қалауымен декреттік демалысқа шықтым. Сол декреттік демалыста өзім әртүрлі компанияларда, сетевой компанияда, тағы да басқа компанияларды жасап көрдім. Содан сөйтіп жүрген кезде мен бір Unity деген компанияға кірдім. Ол компанияны біріңіз білсеңіз, біріңіз білмеулеріңіз мүмкін. Ол жерде жаңа 350 мың теңгемен кредитке кіріп, мен содан жаңа кредитке мысалы 100 мың теңге өзімде наличка болды. 250 мың теңгесін мен кредитке алып кірген болатынмын. Сол компаниядан табыс табам, результатқа жетем деп, онымен мен кіргеннен кейін бір аптадан кейін ол компания жабылып қалды. Сөйтіп мен не керек, енді қасымда екі бала бар. Біреуі 2 жас 4 ай, біреуі жаңағыдай ұлым менің ол кезде 4 ай ма 5 ай ма сондай болды ау деймін негізі. Даже где-то 1 жасқа да тақап қалады шығар. В общем, қызым 3-терде дейін, ұлым 1-лерде дейін да. Сондай кезде мен ол екі баламен жұмысқа да шыға алмаймын, әйтеуір үйде бос отырмайын, табыс табайын деп та, мысалға әйтеуір балаларыма бірдеңе алып берсем де, өзіме бірдеңе алсам да деп, сөйтіп құр бос отырғым келмей сол компанияға кірген болатынмын. Ешкімге айтпай, жолдасыма да, ата-анама да. Содан айына 20 мың теңге кредит төлеу керек болды. 2 жылға алып алғанмын еще. Сөйтіп әйтеуір амал жоқ, тағы да табыс табудың жолдарын іздедім. Сөйтіп жүріп осылай SMM маманы болдым. SMM саласында білім алып, өзімді дамытып, қазіргі таңда енді айына бірнеше миллион теңге спокойно тауып отырмын, иә. Оны Instagram парақшама кіріп білсеңіздер де болады. Телевидениеге шықтым қаншама рет, мысалға. Ең үздік SMM маманы Info кәсіпкер атандым. Өзімнің Ақтөбе қаласынанмын. 1992 жылғымын да. Еще Ақтөбенің ең үздік кәсіпкерлерінің арасында 3-ші номинацияға тағы ие болдым. Прорыв годан алдым ояқтан. Мінекей теледидарларға шығып жүрмін қаншама рет. Қаншама өзімнің оқырмандарымды миллионер қылдым. Өзім миллионер болмақ түгіл, оқырмандарымды миллионер атанды. Сондықтан спокойно сеніп, маған қатыссаңыздар болады. Айгүл, айфонымда кеппей жүрші, кішкентай. Сақтап атсың ба? Қазір сақтайсың, мен бірден көрсетіп жіберейін. Қазір мен сіздерге өзімнің Instagram парақшаммен таныстырып жіберейін да. Instagram парақшама кіріп қарасаңыздар болады. Ол жерде отзывтар да көп деген сияқты. Міне, мынау менің Шырын Мәлікқызы деген Instagram парақшам. Ішіне кіріп стористерімді қараңыздар. Instagram парақшамды қараңыздар, ішінде пайдалы ақпараттар бар деген сияқты да. Осылай таныссаңыздар болады. Енді ары қарай кеттік, мен сіздерге курстың бағдарламасымен таныстырайын. Ала берсең болады. Так, енді курстың бағдарламасы.
Бұл курста жалпы бізде 6 модуль бар, 6 сабақтан тұрады, онлайн сату деп аталады. Бірінші сабақта мен сіздерге сатудың алғашқы қадамы, яғни аудиторияны жылытуды үйреткім келеді, прогресс жасау. Қазір 2022 жылда уже біз не сататын болсақ та, суық аудиторияны жылы аудиторияға айналдырып алмай, сатылым жасау өте қиын болады. Тем более соның ішінде сетевиктерге. Сетевиктер аудиторияны жылытуды, прогресс жасауды міндетті түрде білу керексіздер. Мысалы, көбісі міне жазып қойдым да, Инстаграмда бірден сатып, командасына адамдарды бірден шақырады. Ал суық аудиторияны жылытып, сатылымға алдын ала дайындау жолын білмейді. Соның кері әсерінен сатылым болмайды. Оны өзімнің білімсіздігім демейді, компания кінәлі дейді. Яғни, көп сетевиктердің қателігі, міне Инстаграм парақшасын жүргізеді, потом мен мынадай компанияда айналсам, менің командама келіңіздер, бізде мынандай доход болып жатыр, анау-мынау деп бірден компаниясына шақырады. И күнде айтады, біздің компаниямызға келіңіздер деген сияқты. Бірақ грамотно қалай неден кейін нені айту керек, аудиторияны психологиялық тұрғыдан қалай жылыту керек, прогресті стористе қалай жасаймыз, постта қалай жасаймыз деген сияқты да, сатылымға белгілі бір күнге жоспарлап сатылымды сол күнге дейін дайындау деген ондай дүниені көп біздің сетевиктеріміз білмей жатады. Сондықтан да сатылым жасаудың ең басты, ең бірінші біз енді сатылымға кіріспес бұрын аудиторияны жылытып алуымыз керек, дайындап алуымыз керек деген сияқты. Соны сіздер осы бірінші сабақтан үйренетін боласыздар. Қазір влог сату деген это не в моде. Адам профессионал болу керек. Әр клиентіне не үшін керек, ол компанияның бүкіл мүмкіндіктерімен таныстырып, аудиторияны қыздыруды сол жерде біз бірінші сабақта үйренетін боламыз. Одан кейін бар, уже екінші сабақта мен сіздерге сторис арқылы сатылым жасаудың 4 әдісімен таныстыратын боламын. Қазір енді Инстаграм парақшада өздеріңіз білесіздер, сторис арқылы сатылым жасайтын болсаңыздар, бірнеше көп деген результат көруге болады. Өйткені сторисіңізді сіздің именно өзіңіздің ыстық аудиторияңыз қарайды. Және сіздің аудиторияңызға таргеттен болсын, блогерден болсын, таныстарыңыздан болсын, кез келген адам, ол бірінші очередь сіздің постыңызды қарайды, одан кейін бір сторисіңізді міндетті түрде қарайды. Немесе сіздің компанияңызға кіргісі келіп, қызығып жүрген адам бір 4-5 күн болса да сіздің сторисіңізді қадағалайды. Сондықтан да стористе просто қалай шықсам болады, сториске не айтсам болады деп, стористе қалай сатылым жасасам болады деп басыңыз қатып жүрген болса, міне осы жерде мен сторис арқылы сатылым жасаудың 4 әдісін беремін. Бірінші мынаны айтасыз, екінші мынаны айтасыз, үшінші мынаны айтасыз деп, сол арқылы сіз өзіңіз сторис арқылы керемет сатылым жасауыңызға болады да. Бұл екінші сабақ. Үшінші сабақта сіздер уже пост арқылы сатылым жасаудың 4 әдісін үйренесіздер. Яғни тоже постқа мен не жазамын, копирайтинг бойынша қалай текст жазамын деп баста ауыртпайсыздар. Мен сіздерге прям 4 әдісін үйретем. Сол бойынша сіздер посттарыңызды жазып, сатылымдарыңызды арттырсаңыздар болады. Яғни копирайтинг арқылы жазылған текст ол қашанда өтімді болады. Чем өзіңіздің білім деңгейіңіз қандай дәрежеге жетеді, сондай деңгейде жазғанша, одан профессионально жазылған тексттер әр қашанда хит болады, өтімді болады. 4-ші сабақта сіздерге тікелей эфир арқылы сатылым жасаудың барлық құпияларын үйретем. Яғни тікелей эфирге қалай шығу керек, басында қалай амандасу керек, тікелей эфирдің жоспары қандай, неден кейін нені айту керек, эфирдің соңында қалай сатылым жасау керек деген сияқты керемет идеялар айтылатын болады. 4-ші сабақта уже мен эфирге қалай шығам, қорқам деген сияқты дүниелерден құтылатын боласыз. 5-ші сабақта уже мен сіздерге клиент түрлерімен таныстырамын. Қай клиент қандай болады, оларға подход қандай болу керек, возражение, яғни қарсылық, ой мен кіре алмаймын, мен ақшам жоқ, мен қолына келмейді шығар деген сияқты возражениелер болса, ол возражениелерге қалай жауап беру керек, соны үйретем. Және отказдан қорықпау. Көп адам біреу отказ береді ау деп қорқып, өзінің компаниясының кереметтілігін айналаларына айтуға ұялып жүреді. Вот соны сіздер 5-ші сабақта үйренетін боласыздар. 6-ші сабақта акция, скидка арқылы сатылым жасаудың барлық техникаларын үйренесіздер.
триггермен сатудың жолдарын үйренесіздер. Яғни сетевиктерге көп акция скидка келе бермейді, оны білесіздер да. Сондықтан мен именно сетевиктер қандай акция қолдану керек, қандай скидка қолдану керек, қандай триггер қолдану керек, соның бірнеше жолдарын айтатын боламын. Сол арқылы сіз сатылымыңызды арттыра бересіз. Яғни бұл онлайн сату курсы, жалпы енді көбістеріңіз қазірде Instagram курстарға қатысуларыңыз мүмкін, пост жазу білуіңіз мүмкін, видео жасауды білуіңіз мүмкін, сториске шығуды білуіңіз мүмкін. Бірақ нақты қалай мен командама шақырам, мен өзімнің командамның, мен өзімнің компаниямның кереметтілігін қалай мен жеткізем, нақты қалай мен сатам. Вот содан проблема болса сізде, именно қалай сату керек, неден кейін нені айту керек, осының білімін білгіңіз келсе, онда осы онлайн сату курсы сізге арналған. Сондықтан да 60 мың теңгенің білімін 6 мың теңгеге алып алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, менің менеджеріме қойыңыздар. Бұл акция шамалы ғана уақыт болады, сондықтан үйреніп қалыңыздар. Енді бірінші ой болуы мүмкін, бұл сабақ маған не береді деген. Бұл сабақты үйрену арқылы сіз міне айтып отырған 6 сабақты сіз уже мен сатылымды стористе қалай сатылым жасаймын, постта қалай сатылым жасаймын, тікелей эфирде қалай сатылым жасаймын деп қиналмайсыз. Сізде уже нақты техника бар, сол берген формуламды қолдану арқылы өзіңізге продажа жасай бересіз. Тем более именно сіздерге арналған, сіздерге арнап мен мысалдар келтірдім сол сабақта. Сондықтан проблема болмайды уже да. Одан кейін бар, клиент қандай қарсылық айтсын, жаңағыдай неше түрлі сылтаулар айтады ғой. Сол қарсы сылтау, қарсылықтың бәрін қалай біз обрабатывать етеміз, не деп жауап беруіміз керек деген сияқты. Соның бәрін үйренейін деп тұрсыз былай қарағанда да. Аудиторияны жылыту, прогрев жасау 2022-де мода болып жатыр. Бірақ сіздерге именно сетевиктер былай жасаңыздар деп ешкім айтып жатырған жоқ. Көп курстарда ол именно сетевиктерге деп ешкім айтпайды, мысалдап келтіріп. Сондықтан бұл сабақтың қадірін біліп, өзіңізге инвестиция жасаңыз. 6 мың теңге инвестиция өздеріңізге жасаңыздар. Қазіргі таңда білесіздер, енді барлығымыз бай болғымыз келеді, барлығымыз керемет өмір сүргіміз келеді, бірақ та біз уақытымыз қайда кетіп жатыр, соны білмейміз да. Уақытымыз қайда кетіп жатыр, білім алуға, мысалға көп адамдардан естіп жатамын, жалпы ой, оқуға уақытым жоқ, білім алуға уақытым жоқ дейді. Бірақ барады да сол білімсіздіктің кесірінен барып анаған босқа уақытын құртады, мынаған босқа уақытын құртады. Одан Инстаграмды үйреніп ал, Инстаграмда сатылым жасауды үйреніп ал, потом тікелей эфирге шығып, сториске шығып, посттарыңды грамотно сатылым жасада, пожалуйста, потом уақытыңды экономдайсың деген сияқты. Сондықтан да әрекет етіңіздер. Қатысу үшін маған WhatsApp-қа шығыңыздар. 8776 540 55 50 нөмірінен реквизит сұраңыздар. Сіздерге сол кезде берілетін болады реквизит, 6 сабақ, 6 презентация, 2 ай доступ болады. Негізгі бағасы 60 мың теңге, бірақ сіз 6 мың теңгеге аласыз. Ал қош сау болыңыздар. Курс туралы сұрақтарыңыз болса, менің менеджеріме шықсаңыздар болады.